Menымен kim жарысады? Ya, dұрыс естідіңіз. Ауылda 2 күн бұрын дәл солай айтып едім. Ассалаумағалейкум, қадірменді, қымбатты да бізді көріп отырған көрермендер. Төменгі Шыршық ауданы Сергелі мөкейінде тұратын Кабулов ержігіт Құрбанұлы бауырымыздың басына бір сынақ келіп қалған. Ауру емес, ауруды баққан ауру деп бекер айтпас екен дана халқымыз. Ержігіт бауырым уақыт аралығында өзіні өзі жеп бітірді. Бұл жағдайда тек басынан өткізгендері ғана сезіне алады. Себебі бұдан 1,5 жыл бұрын Гаухар қызымызға ауыр бір дерт беріп, Алла сынап жатыр. Сол күйі күндер өтті, айлар өтті, жыл өтті. Гаухар қызымыздың дәл қазіргі күнде өлімменен жан таласып жатыр. Ұмытпаңыз, Алла сізге нәсіп етпегенін ойыңызға салып қоймайды. Бақ берген Құдай үшін маңдайыңа, дайын ең қызметінің қандайына. Өкпе жоқ, өкініш жоқ, өтініш бар. Садақаңды ары-бері қарап берші жағдайыңа. Жәрдем немесе қайыр садақа берудің ең әуелі өзіңнен баста. Артылғаны болса отбасыңа жарылға. Тағы бір деген артылып қалса ағайын туыстарыңа бер. Олардан да артылып жатса басқаларға бер. Бүгін бұл ержігіт бауырымыз сізге, бізге мұқтаж. Сіз берген 10.000 сом Гаухар қызымызды өлімнен сақтап қалуы мүмкін. Ержігіт осы уақыт аралығында жиған тергенін дәрі-дәрмекке жаратып, сататынын сатып, минусқа да кіріп бітті. Сіздерден баршаңыздан өтініш. Бұл видеоға немқұрайлы болмаңыз. Яғни бейфарқ болмаңыз. Ең болмағанда осы видеоға лайк басып таратуға көмектесіңіз. Мұқият тыңдаңыз, қолы ашық жандар. Сіздер берген 10.000 сом бір қызымызды өлімнен сақтап қалуы мүмкін. Қолдаған барша жандарға Алланың нұры жаусын. Мен бұл кісілерден қайтпаса, Алладан қайтуы анық. Тек мұны сезіну керек. Жоқшылықпен сынаса сынасын, бірақ денсаулықпен сынамасын. Ауырып қалмаңыз, себебі келесі видеоларымда сіздерден қолдауды күтіп қаламын. Mahalladoshlarimz, qo'ni qo'shnilarimiz, men tanigan, tanimagan, hamma mana shu ehson qilganlar uchun men rahmat aytaman. Yaxshi kunlarda qaytaring mana. Mening ham qizim el qatori, hamma qatori yurib o'ynab kulib ketsin.